Қалайсыңдар достар, ютубқа біраз болды, ақпарат салмағалы. Иә, ақш-та қиын кезең деуге болады. Енді жаңа үкімет келгеннен бастап сондай болып жатыр ғой бұларда. Дегенмен Калифорнияда қазір кішігірім көтерілістер, қарсылықтар болып жатыр. Бұның барлығы болып жатқан елдеріне қайтыңдар дейтін әңгімеден кейін, қысымнан кейін, үшін белгілі бір адамдарды қамап, туған туыстарын ұстағаннан кейін болып жатқан дүние. Бұл тек қана Лос-Анджелесте болып жатқан жоқ, Сан-Францискода да тура сондай митингтер болды. Оған заливтің ар жағындағы Окленд дейтін қаралардың көп тұратын жерінде де тура осындай жағдайлар болып жатыр. Енді алдағы уақытта барлығы тынышталар деп ойлаймыз. Дегенмен өзім танитын жеке бірге жұмыс жасаған жігіттер де ұсталып кетіліп жатыр. Ресейге, Украинаға, Белоруссияға, тіпті Қазақстанға да ұсталып кеткен отбасылар бар. Сондықтан құжаттарыңыз дұрыс болсын, историяларыңыз дұрыс болсын. Осында жүрген бауырларыңызға ескертіңіз, кешке артық шықпай ақ қойсын деген сияқты. Қазір бұл мәселелер қиын болып жатыр. Сосын енді жуырда сотыңыз болатын болса, сізді шақыртып жатса, мысалы үшін барлық дәлелмен өзіңіздің жеке адвокатыңызбен сөйтіп барғандарыңыз дұрыс болады. Рахмет, маған тіркеліп кетіңіздер. Қазақша контент ары қарай біраз айтатын болам. Қол тиетін шығар деп ойлаймыз. Көп нәрселерді көрсететін болам. Тіркеліп қойыңыздар.